Олар Рамазан айында негізінде сайым мен қайым екеуі бірге жүру керек. Сайым деген азаннан кешке шейін ауыз бекіту тыйылым. Тыйылым үш нәрседен болады. Тамақтан тыйыласың, судан тыйыласың, ерлі зайыптылар бір-біріне жақындамайды. Алла үшін. Бұны сайым деп айтылады. Қайым деген кешке ауыз ашқаннан кейін осылай мешітке асығыңыздар. 20 ракат қаридың артында тұрып, таравақта тұрған кезде соны қайым дейді. Күніге қарекеңдер бір парадан оқыған кезде 30 күн бойы Құранды толық хатым қыласыздар. Құранды қалай оқу сауап болса, оны тыңдау да сауап болады. Расулаллах айтады, кімде-кім күндіз қиыншылықсыз ораза ұстаса, түнде қайымға, мынау намазға келетін болса, Алла Тағала оның алдыңғы өткен күнәларын кешіреді дейді. Осы сайым мен қайымды қатар алып жүрсек, бауырлар, жаңа айтылғандай артық салмақ қосылмайды. Егер қайым қосылмаса, онда точно қосылады. Неге? Өйткені кешке дейін аш жүрдім ғой дедінде, кешке жақсылап тұрып жейсің тамақты. Сөйтесінде есесіне намазға келмесеңіз, ол қорытылмайды. Бір аш қалып кететінде, келесі күн сәресі тағы да опырып алып, осылай 30 күн бойы жалғаса беретін болса, байқаңыз, бұл зиян денсаулыққа. Дәлкім ораза деген бұл бізді, тәнімізді, жанымызды тазалайтын қасиетті ғой.